Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Әңгімемізді бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, коммент жазып, лайк басып кетіңіздер. Мен Шымкент қаласынан ерке өскен, сылқым сұлуының бірі едім. Көрікті келбет, мінсіз мүсін, қиылған қас, қолаң шаш, бір үйде 3 ұлдың ортасында ақ саусақ ерке қыз болып өстім. Мектеп қабырғасында жүргенімде талай бозбаланы өзіме ғашық етіп, сұлулығыма сеніп, ешкімді менсінбейтін тәкаппар мінезді де болды. Болашақ жарыммен 10-шы сынып оқып жүргенімде танысқан болатынмын. Ол менен 8 жасқа үлкен болатын. Мен өзім қатарымнан ойым озық, ерте бой жеттім. Маған өзімнен үлкен жігіттер ұнайтын. Жігітім банк қызметкері болып жұмыс істейтін. Бойы ұзын, аққұба, өңді, шашын бір жағына қайырып қойып, ақ жейде, костюм сым киіп, тақадай таза жүретін. Онымен құрбыларыммен киноға барғанда танысып едім. Өзімді оқушы емес, студентпін деп таныстырдым. Жалған айтқаныммен кейін өтірігім шығып қалды. Жалған айтқандағы ойым, оқушымын десем, мені кішкентай қыз деп менсінбей қояды ма деген ой болатын. Бірінші ойыма келгенді ойланбастан айта салыппын. Алайда бұл өтірігім шыққаннан кейін жігіт маған ренжіген жоқ. Екеуміздің таныстығымыз жалғасып, тауып бір-бірімізді ұнатып қалдық. Мен оған қатты ғашық болдым. Оны көрмесем тұра алмайтындай дәрежеге жеттім. Хабарласпай қалса, сабақтан соң оны жұмысына іздеп барып, ол шыққанша сыртта тосып отыратынмын. Ол мені көріп таң қалатын, артынша қуанып қалатын. Есімі Қайсар еді. Ол кейде түске дейін, кейде түстен кейін жұмыс істейтін. Мен түске дейін жұмыс істейтін күндері соңғы сабаққа қатыспай қашып кетіп Қайсарға баратын. Қайсар қыпша беліммен қыса құшып, бал ернімнен сүйгеннен арыға барған емес еді. Бірақ мен өз қалаулыммен оның нәпсісін қоздырып, 10-шы сыныпты аяқтайтын кезімде пәктігіммен қоштасып, ең асылымды сүйгеніме сыйладым. Сонан кейін Қайсармен оның пәтерінде жиі кездесетін болдық. Ерлі зайыптылар секілді жүріп тұра бастадық. Қайсар ауылда өскен жігіт болатын. Отбасында бір үйдің үлкені. Ата-анасы мен 2 інісі және 2 қарындасы бар екен. Өзі қаладағы жоғарғы оқу орнын аяқтағаннан кейін қалада банк қызметкері болып жұмысқа орналасып, пәтер жалдап тұрып жатқан жайы бар еді. Атанам менің махаббатымның хабары болмады. Әкем вахталық жұмыста істейтін. Жарты үйде болса, жарты үй түзде. Ал анам маған көп шектеу қоймайтын. Әкем жоқта құрбыма барамын, киноға барамын десем жібере беретін. Осылай еркін өскеннен кейін жігітіммен де еркін кездесіп жүрдім. Қатарластарым мектепті аяқтағаннан кейін оқуға түсеміз деп жарқын болашақтарына тың жоспарлар құрып жүргенде, мен сүйгеніме тұрмысқа шығамын деп жас келін болып сызылып шай құйып, түнде күйеуімнің құшағында махаббат құрып, тәтті сезімге еліктіп жүрдім. Осылай жүргенімде көктем айында наурыздан кейін етек кірім келмей қалды. Асқа тәбетім тартпай, түйе жүрегім айнап лоқси беретін болдым. Бұл жағдайымды жігітіме айтып едім, ол көзі алақандай болып, «Жанчик, сенің аяғың ауырлап қалған жоқ па осы? Тест алып тексеріп көрейік» деді. Жігітім ер адам болса да, мұндайды біледі екен. Көп кешіктірмей тест алып тексеріп көрсек, 2 қызыл сызықша шықты. Қайсар қуанып, мен әке болатын болдым деді де, артынша, «Жанчик, сен кәмелет жасқа толмағансың, қиын болатын болды ғой, не істейміз енді» деп, лезде қуанышты су сепкендей басылды. Осы жерде мен ойланбастан, мен 2 айдан кейін мектеп бітіремін ғой, алып қашасың мені. Үйдегілерге өзім түсіндіремін. Сүйген жігітім тұрмысқа шығамын десем, ата-анам үндемейді дедім. Сөйтіп ата-анама бойымдағы өзгерістерді білдірмей, 2 айдан кейін жігітіме еріп ауылға келін болып кете бардым. Осылай отбасын құрып, қаладан ауылға келін болып шыға келдім. Ата-анам бастапқыда қызымыз жас, кеше ғана мектеп бітірді деп қарсы болып еді. Кейін мені анамды оңаша шақырып алып, аяғымның ауыр екенін айтып едім. Анам, күйеуге шығуға неге сонша асықтың? Бар өмірің алда еді ғой. Мынандай жерде қалай тұрасың енді? Ауылда жүнжіп кетесің ғой. Қызым, махаббат деп ыстық суың басылғанда өкініп қалма деп үндемей мені қалдырып кетті. Мен іштей ештемеге өкінбейтін дедім.
маған Қайсар жанымда болса болар еді. Сөйтіп өзім армандағандай ақ жаулық тартып, сызылып, шәй құйып, келін атандым. Қайсар ақ көйлек кигізіп той жасап, құда күттік. Тойға қомақты қаражат түсіп, астына жеңіл автокөлік алды. Ауыл Шымкентке қалаға жақын болатын. Күйеуім қаладағы пәтерін өткізіп, жұмысқа ауылдан қатынап істейтін болды. Ата-енем момын жандар еді. Екі қайын сіңілім тұрмыста. Қайсардан кейінгі қайным менің келін болып түскенде әскерде болатын. Ал кіші қайным мектепте оқитын. Жеріктігім басылып, жүктілігім бір қалыпты өтіп жатты. Айы күні жақындап, босанатын уақыт жақындап, кешке қарай толғақ жоқ, суық кете бастады. Енеме айтып едім, ойбу сен босанғалы жатырсың ғой деп, дереу Қайсарға хабарласып, мен толғатып жатқанымды айтып еді. Қайсар жұмыстан шығып жатырмын, тез келемін, ауруханаға өзім апарам деген соң, мен ақырындап сөмкелерді жинай бастадым. Бірақ Қайсарым ауылға жете алмады. Аллам оған махаббатымыздың жемісі артындағы тұяғы ұлын көруді жазбапты. Ауылға асығып қатты жылдамдықпен жүрген күйеуім трассаға қарсы бағытқа шығып кетіп, жүк көлігіне соғыстырып, сол жерде тіл тартпай кетті. Қайсар кешігіп телефон тұтқасын көтермей қойған соң, менің толғағым қысып, көрші таксист аға мені ауруханаға жеткізіп салмақ болып, трассада келе жатқанымызда қараңғыда жолда көлік апаты болған жерден күйеуімнің көлігінің жанынан өткен екенбіз. Толғағым қысып өз-өзіммен әлек болып келе жатып, енем де мен де таксист аға да оған мән беріп анықтап қарамаппыз. Сөйтіп босанғаннан кейін қаралы хабар естідік. Жолдасымның мезгілсіз қазасы маған өте ауыр соққы болды. Сол күні-ақ 10 жылға есейіп кеткендей едім. Жылай-жылай екі көзім бұлаудай болып, сүйгенімді жер-ананың қойнына тапсырдық. Сүтім де шықпай қиналып, кішкентайымды енем екеуміз түн ұйқысын көрмей қырқынан шығардық. Түндерде көз ілмей, қайғы-мұңнан құр сүлдем қалғандай еді. Ата-енем күйеуімнің жаназасына қатысып кетті. Аяқ-қолыңды бауырыңа ал, өз-өзіңе кел, сен сәбиіңе керексің, сен енді анасың, қамықпа, біз бармыз ғой, тіріміз, уайымдай берме деп жұбатып кетті. Уақыт өте жесірлігім, жалғыздық жаныма бата бастады. Қайсарды қатты сағынатынмын. Түндерде оның ыстық құшағын аңсап, иісі кетпеген жастығын құшақтап, көз жасым көл болатын. Осылай жүріп, қырқымыздың шығып, жолдасымның қырқын беретін кезде, сырттан Қайсардың дауысы естілгендей болды. Жүрегім атша тулап сала берді. Тұра салып құлағымды тұрып қалдым. Ағамай, Қайран ағам деп дауыс шығарып, дарбазадан кіріп келе жатқан күйеуімнің әскердегі інісі Жансерік екен. Дауысы Қайсардың дауысынан айнымайды. Ағасы өмірден қайтқанда жаназасына келе алмаған болатын. Мені ақырын басып, терезеге жақындап қарап едім. Ұзын бойлы, шымыр денелі, жүзі күнге тотыққан, әскери киім киген, сыптай сымбатты жігіт ата-енеммен көрістіріп жатыр екен. Барлығы сыртқа шығып жылап, сықтап, үй жақ азан-қазан болып кетті. Бұған менің де көңілім босап, солқылдап жылап, өз бөлмеме кіріп кеттім. Жолдасыма құран бағышталып қырқын өткіздік. Мен селсоқ күйде, әйтеуір кеудесінде жаны бар адамның күйін кешіп жүріп жаттым. Бар алданышым әкесінен аумай қалған ұлым еді. Ата-енемнің де жұбанышы Қайсардан қалған жалғыз тұяқ арманымыз еді. Есімін атасы ұлымның көре алмай кеткен тұяғы есімі Арман болсын деп өзі қойған болатын. Ата-анам Қайсардың қырқына келгенде ата-енеме қызымыз жас әлі, ұлдарыңыздың жүзі өткеннен кейін алып кетеміз, қалаға апарып оқытуға түсіреміз, қолына мамандық алып беріп, өз күнін өзі көре алатындай жағдай жасаймыз. Сіздер баталарыңызды беріп, аманатымызды өзімізге қайтарыңыздар. Жас жесір болып қалмасын, бар өмірі алда ғой, деп айтып кеткелі, енем қайта-қайта көзі суланып немересін иіскеп жылай беретін болды. Атам да көңіл күйі түсіп, Қайсардың қазасының үстіне менің жайым қосылып, немерелерін қимай, барлығының үнжырғалары түсіп кетті. Олардың мына күйін көріп, менің де жылап алатынмын. Аз уақыт бірге тұрсақ та бұл үйге үйреніп қалған едім. Бірақ Қайсарсыз бұл үй маған бос секілді. Уақыт өткен сайын оның жоқтығы жаныма бата бастады. Мен де іштей әке-шешемнің сөзін құп көріп,
өз үйіме оралғаным дұрыс шығар деп ойландым. Жас жесір деген сөз жаныңа қатты батады екен. Сөзден бұрын қапыда өмірімнің мәні сүйгенімнен айырылу маған қатты тиді. Марқұм күйеуім түсіме жиі кіретін болды. Түндерде жаныма келіп, қол бұлғап аққан көз жасымды сүртіп, жан шегім менің, неге жылайсың, мен жаныңдамын ғой деп құшып сүйіп аймалап жататын. Оның ыстық құшағында жұбанып, ұлым емшек іздеп жылағанда тәтті ұйқыдан шошып оянып кететінмін. Жан-жағыма алақтап қарап күйеуімді іздейтінмін. Кейін ғана есімді жиып түсім екенін түсінгенде егіліп жылайтынмын. Осындай кездергіде түн ауасында ұлымды емізіп отырып, басыма түрлі ойлар келетін. Қатарластарым оқу оқып, студенттік өмірін жалындаған жастық қызығын көріп жүргенде, менің тұрмысқа шығуға асыққаным дұрыс болмапты. Бұлай жас жесір атанарымды кім білген? Я Аллам, Қайсарымды неге ерте алып кеттің? Мұншалықты бақытсыз болар ма едім деген санама мұң сұрақ. Бір өкініш, бір қайғы. Қайсардың жүзі күндігі жақындаған сайын санамды шайтан азғырып, сол күні мен де Қайсардың соңынан кетпекке бел будым. Өйткені төркініме қайтсам, әрине ата-анам көңіліме қарайды. Оқытар, балама да қарасар. Алайда жан жарасы жазылады ма? Қайсардың орнын кім баса алады? Балам тірі жетім болып қалай өседі? Болашағым қалай болады деген секілді ойлар жанымды жегідей жейтін. Мен үшін өмірімнің мәні қалмағандай еді. Қайсарға кетсем, ұлым өз үйінде, ата-апасы қарап өсіріп алар дедім де, түн ортасы ауып, үйдегілер түгел ұйқыға кетті-ау дегенде, жанымда пысылдап жатқан ұлымды оятып алмайын деп, маңдайынан бір иіскедім де, жатар қалатынмен шашым жалбырап сыртқа шықтым. Аспан тұп-тұнық, ай жарқырап тұр екен. Жымыңдаған жұлдыздар маған қарап, мені көкке шақыратындай өз-өзіммен күбірлеп, жаным, мен саған келе жатырмын, көп ұзамай өзіңмен қауышамын деп қалатымның бауын шешіп, сарайға қарай беттедім. Ауылдағы ескі сарай аласа ғана болатын. Ішінде темір-терсек, қысқы киім-кешек пен қажетсіз заттар жиналып тұратын. Ақырын келіп сарайдың есігін ашқанымда ағаш есік сықыр ете қалды. Анадай жерде сергек жатқан Ақтөс әуф деп жалқауланып бір-екі үрді де мені танып, қыңсылап қайта басын төмен түсіріп жайғасып жата кетті. Үй жаққа қарасам, қап-қараңғы екен. Үйдегілер қалың ұйқыда жатқан секілді. Қайсардың 100 күндік асына дайындаламыз деп мал сойып күн бойы шапқылап, барлығы шаршап, қалың ұйқыда жатқан болар деп ойладым. Мен кетсем, олар мені жерлеуге қинамайды. Құран оқып жаназамды шығарғанға да барлығы дайын еді деймін іштей. Пенденің басына не келіп не кетпейді десеңші. Осындай ойдың тұңғиығына батып, біршама уақыт мына жалған дүниемен қоштасқандай тұрып қалыппын. Жаздың салқын лебі бойымды желпіп өткенде денем бір түрлі тітіркеніп кетті де ойымды жинақтап ала қойдым. Сөйтіп сарайға кіріп, фонарикті жағып шетте тұрған бөшкені алып, ортаға қойып, орындықтың үстіне шықтым. Қалатымның бауын жақсылап байлап, мойныма тақтым да тілімді калимаға келтіріп, аяғымның астындағы бөшкені итеріп жібердім. Тамағыма қалатымның бауы батып, қырылдап, екі қолыммен ауа қармап едім, жетіспей бара жатты. Жаным көзіме көрініп, алыстан аппақ сәуле ұшатындай бастады. Сол сәуленің сызығымен Қайсарым маған қарай асықпай, әр қадамын санағандай ақырып жылжып келе жатыр. Мен болсам, тез келсеңші, қиналып барамын, құтқаршы мені деп айғайлап жатырмын. Сол сонда да асықпайтын секілді. Бір кезде желдей жылдамдықпен жаныма келіп, мойнымдағы бұғауды шешіп алды. Құшағына басып, жанна, неге бұлай жасадың? Ұлыңды қалай тастап кетпекшісің? Ата-анамыз бен бауырларым ше, дейді. Мен болсам, оның мойнынан қатты құшып, Қайсар, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мені мұнда ешкім түсінбейді. Мен қатты қиналып кеттім деп жатқанымда ол мені құшағына қатты қысты. Сол кезде оның жүрегінің дүрсілін жақыннан сездім. Екеуміз ауада қалықтап ұшып барады екенбіз. Я Алла, өз-өзіме қол жұмсасам да, мені қабылдаған екенсің ғой деп қуанып келемін. Бір кезде енемнің жылаған дауысы естілді.
Артынша ұлымның шырылдап жылаған дауысы құлағыма анық естілді. Іштей мен екі дүниенің ортасында қалып қойдым ба деген ойдан шошып көзімді ашсам, төбемнен төніп тұрған қайсар ма әлдекімнің бұлдыраған сұлбасы көрінеді. Жаналғыш Әзірейіл періште ме деп ойлаймын. Әлгі сәуле шамның жарығы секілді болып кетті ме? Бір кезде жаңағы сұлбалар көбейіп кетті. Көкірегіме жұп-жұмсақ кіп-кішкентай ұлымның қолы тигенде оның иісін сездім. Осы кезде жанымдағылар анық көріне бастады. Қарасам өзім бөлмеде, ұлым құшағымда, жанымда ата-енем, екі қайын-сіңілім, қайын-інілерім, барлығы маған қарап, енем мен қайын-сіңілерім жылап жатыр. Я Аллам, мың шүкір, есін жиды-ау, әйтеуір деп жатыр. Сөйтсем, қайным Жансерік мен сыртқа шыққанда ояу жатқан екен. Мен ол жатқан бөлменің терезесінің тұсынан күбірлеп өткенімді байқап қалыпты. Мені дәретханаға шыққан болар деп ойлаған екен. Сосын мен кері қарай қайтпаған соң, сырттағы иттің үргені, мен сарай жақтағы сықырды естіп, жарықты көріп келген бетте, менің асылып қиналып жатқанымды көріп, қалатымның бауын үстіндегі ағашымен бірге қопарып жұлып алып, есім креслі шығасылы сандырақтаған мені көтеріп алып, үйге алып келген екен. Мен есімді жия алмай біршама уақыт сандырақтап жатыппын. Содан атам қазақылықпен дұға оқып, маған дем салып жатып, есімді жиған екенмін. Осылай үлкен қателік жасап, өмірден өте жаздадым. Жансерік болмағанда ұлым тұл жетім болып қалар еді-ау. Енем мен қайын-сіңілерім түнімен жанымнан шықпапты. Таңға дейін көз ілмей жанымда отырды. Таң атағана мен толықсып ұйықтап кетіппін. Ертесіне өзімді бір қалыпты сезініп, орнымнан тұрып, мойны жабық киімдерді киіп, орамалымды тағып, ештеңемді білдіртпей, күйеуімнің 100 күндік асына келген қонақтарға қызмет етіп, келіндік міндеттерімді атқарып жүрдім. Кешегі түндегі іс-әрекетімнен үйдегілерден қатты қысылдым. Таңертең енеме түндегі оқиға жайлы ешкімге айтпауларын өтінген едім. Енем енді бұлай қайталамауды жылап отырып өтінді. Мен ақымақтық жасағанымды мойындап, мұндайды ендігі қайталамауға уәде берген едім. Ет жақындарымды, тіпті ұлымды ойламай, өз-өзіме қол жұмсауға, осындай қорқынышты қадамға қалай барғанымды білмеймін. Егер қайным Жансерік болмағанда о дүниелік болар ма едім. Марқұм күйеуім Қайсарға Құран бағыштап 100 күндік асын өткіздік. Қаладан ата-анам, аға-жеңгелерімді келді. Маған жиналып теріле бір жетіден соң алып кетеміз деп үйдегілерге айтты да кетті. Барлығының ұнжырғалары түсіп қалды. Дегенмен басқа салған баспақшыл дегендей тағдырға мойынсұнып, мені де іштей кетуге дайындала бастадым. Ертесінде Жансерік ерте тұрып, барлығымызды таңғы асқа жинаулымызды өтінді. Ата-анамның алыста тұратын бір-екі туысы, қайын-сіңілерім де үйде еді. Сөйтіп барлығымыз жиналған соң Жансерік отырып, бір кезде ата мен енеме қарап, сіздерге айтар маңызды шаруам бар дегенінде, кіші қайын-сіңілім үйленесің бе деп қуанып жымиып, одан бұрын оның ойындағысын айтып қойғандай еді. Сөйтіп еді Жансерік қатулы қабағымен қарындасына бір қарады да, оның жауабын таңдана күтіп отырған барлығымыз қарап, я, Назөш, айтқандай үйленемін деді. Әрине мен кеткен соң, апама келін керек, өзі Қайсардан айырылғалы, қайғыдан шөгіп, жанары құрғамай жүр. Жансеріктің мұнысы дұрыс болған екен деп ойладым. Артынша атам, балам, мұның жақсы жаңалық екен. Алайда ағаңның топырағы кепсін, жылы өтсін де, сосын үйленерсің, деп еді Жансерік. Жоқ әке, мен күте алмаймын. Оған дейін кеш болады. Ескіліктен келе жатқан дәстүріміз бар емес пе? Әменгерлік деген, аға өлсе жеңге мұра дегендей. Мен жеңгем мен Арманға жесірлік пен жетімдікті көрсеткім келмейді. Жанына қарсы болмаса. Оған үйленсем деймін. Жылы орнынан кетпесін. Ағамның тұяғы өз үйінде өссін. Мен оларды өз қамқорлығыма алғым келеді дегенде жүрегім қысылып аузыма тығылды. Барлығы таңғалып қалды. Өзі тыныштықты кемсең деп жылаған енем бұзды. Жакош балам-ау, кемеңгерлігіңнен айналдым. Әкең екеуміз саған осыны айтуға батпай жүредік. Өзің сезген екенсің ғой, деп көзінен аққан жасын сүртіп атам екеуінің жанарында бір үміт пайда болған еді. Барлығы сұраулы жүзбен маған қарады. Сен не дейсің, келісесің бе дегендей қарап қалған соң, мен не айтарымды білмей, орнымнан ұшып тұрып, жүгіре басып, бөлмеме кіріп кеттім.
Менің жолым үлкен болғанымен Жансерік менен 4 жас үлкен болатын. Қайсарға қарағанда мығы денелі, салмақты жігіт болатын. Жүзі күнге тотыққан, жауырыны қақпақтай сымбатты жігіт еді. Әскерден келгелі әркім өз қайғысымен болып, екеуміз ашылып сөйлеспегенде едік. Дегенмен де көздері қу, нәпсі денеңді жалаңаш жыбырлатып, еркек иесін аңсайтының анық. Сондайда сарай жақта беліне дейін жалаңаштанып алып, күнге тотыққан, сымдай тартылған қара торы денесі жіпсіп терлеп, күнге жылдырап отын жарып жатқан Жансерікке ұрлана қарайтыным өзіме жасырын емес еді. Мен өлім құша жаздағанымда Жансеріктің мені қапсыра құшқаны, оның жүрегінің дүрсілі санамда жасырын қалып қойған еді. Жансеріктің ту сыртынан маған қарап қалатынын да сезінетінмін. Арамызда болмашы көрінгенімен бір байланыс бар еді. Мен ойланып отырғанымда бөлмемнің есігін ашып ішке Жансерік кірді. Адамдарға өзім сөйлесемін дегенге ұқсайды. Сөйтіп ояу жатқан арманды көтеріп мойнынан иіскеп еді, ұлым шықылықтап күле бастады. Жансерікті бетінен ұстап, оған бауыр басып қалғандай, еш жатырқамайтын, үйдегілердің барлығын дауыстарынан танитын. Оларға қарадым да іштей ұлымды өз әулетінің қалай жырып әкетемін деп жүрегім ауырды. Жансеріктің оған жақсы әке болатынын ішкі түйсігім сезіп, қайным сөзін бастамай тұрып, мен Жансерік, бұл ескі салт дәстүрдің менің естігенім бар еді. Алайда осындай жағдай менің басымнан өтеді деп ешқашан ойламаған едім. Тағдыр десеңші, адамның басы Алланың добы дегендей, Алланың қалауы болған екен ғой. Менің басқа амалым бар ма? Мен енді ұлым үшін өмір сүремін. Қайсар ағаңды ешқашан ұмытпаймын. Ол мәңгілікке менің жүрегімде болады. Сен тек мені аяғаннан үйленгелі жатқан жоқ шығарсың. Өз өміріңді құртып жатқан жоқсың ба? Бұл қадамға ойланып, ақыл таразасына салып келіп отырған шығарсың деп сенемін. Кейін өкініп жүрмегейсің. Арамызда ең болмағанда сыйластық болса, соның өзі маған жеткілікті. Ұлым екеуміздің тағдырымызды өзіңе тапсырдым деп бір түрлі көңілім босап кетті. Сөйтіп едім, Жансерік арманды алдына алып жаныма отырды. Сөйтті де жанына өткенде сенің асылып қиналып жатқаныңды көргенде, сенің мен үшін өте қымбат адам екеніңді түсіндім. Өзің сандырақтап жатқанда жалғыздықтан қатты қиналып жүргеніңді айттың. Ата-анаңа барғанда жалғызсырап қиналасың ғой, жассың әлі, бар өмірің алда. Мүмкін кейін тұрмысқа шығармай едің. Бірақ арманға ешкім өз қанындай жақын болмайды ғой. Мен сендерді жылатпай, жоқшылық көрсетпей, ағам сені қалай жақсы көрсе, мен де солай бауырыма басып, сүйіп, сыйлап өтуге уәде беремін дейді. Сөйтіп иығымнан ұстап өзіне тартқанда, оның алақанының ыстығын денемді от шапырғандай болды. Мен үнсіз ғана келісемін дегендей басымды изедім. Сөйтіп менің шешіміме ең алдымен ата-енем көздеріне жас алып қатты қуанды. Бір жетіден кейін ата-анам келгенде үйдегілер бір қойып сойып, ең жақын туыс туманы ғана шақырып, ата-баба салтымен молда шақырып, некемізді қиып, мен қайныма қосылдым. Ата-анам бастапқыда таң қалып қарсы болғаннан кейін, әкем, бұлар да дұрыс шығар, немерем өз әулетінде, қызым да үйренген жерінде, бағы ашылып кетсе, жыламаса бір тілерім осы деп батасын берді. Мен осылай әмеңгерлікпен екінші рет қайныммен отбасы құрдым. Өзім ерте піскен қыз едім. Шынымды айтсам, күйеуім қаза болғаннан кейін түндерде оның ыстық құшағын аңсайтынмын. Босанғаннан кейін әйел адамның табиғаты да өзгереді екен. Төсекке деген көзқарасың да басқаша болады екен. Гормондар ойнап, еркек иесін аңсайды екенсің. Сөйтіп алғашқы түні өзімен 4 жас үлкен қайнымның қойнына жатқанымда төсек ләззатын басқаша сезіндім. Шымыр денелі Жансерік мені аймалап сүйіп, қарсырақ құшып, таңға дейін төсек ләззатына бөлендім. Денемді жыбырлатқан нәпсі деген жыланның жетегіне кеттім. Бұл өзіме жасырын емес еді. Сол түннен кейін Жансерікке деген құштарлығым оянды. Бастапқыда бұл сезімім үшін марқұм Қайсардың алдында өзімді бір түрлі кінәлілай сезініп, іштей одан кешірім сұрадым. Бірақ оның шаңырағын түтетіп, ұлын өз әулетінде өсіріп отырғаным мені ақтайтындай еді. Бастапқыда ауыл арасында біздің ескі дәстүрмен, әмеңгерлік салтымен үйленгеніміз біраз әңгіме болды. Тіпті Жансеріктің бір сыныптасы қалжыңдап,
Жако, жеңгең қалай екен? Жеңгеңнің бір саны қайынсіңлікі дегендей, жеңгеңкі тәтті мекен дегенде Жансерік оның тұмсығын бұзып, біраз уақытқа дейін араласпай қойған болатын. Кейін әлгі сыныптасы өзі келіп кешірім сұрады. Әмеңгерліктің жақсы да көңілге кірбің салар тұстары да бар екен. Біраз уақыт өте барлығының көздері үйреніп, ауыл арасындағы әңгіме өсек те тыйыла бастады. Қазіргі таңда мен бақыттымын деп айта аламын. Жансерік уәдесінде тұрып, бізге бақытты отбасын сыйлады. Арман 6 айдан асқанда менің аяғым ауырлап қызды болдық. Кейін атам Шымкенттен жер телімін сатып алып беріп, сонда үлкен үй салып, еншімізді алып бөлек шықтық. Жансерік қаладағы базар маңынан кішігірім асхана мен дүкен ашып, кәсібіміз дөңгеленіп, өзіміз мейрамхана сатып алдық. Жанындағы азық-түлік сататын дүкені мен дәріханасы бар. Жансерік өте пысық, епті жігіт болып шықты. Кез келген адаммен тіл табыса алатын. Саудасы есепке де мықты еді. Мейрамхана мен дүкен барлығының есебін өзі жүргізіп, жұмысшыларды да өзі басқарады. Ал мен қалада Медбикенің оқуын оқып алдым. Ауылға ата-енеме жиі барып тұрамыз. Ата-анам бауырларыммен де бір қаладамыз. Олармен де жиі көрісіп тұрамыз. Қазіргі күніме Аллаға мың да бір шүкір деймін. Мен қайта өмірге әкелген Жансерікке ризамын. Ол болмаса тағдырым қалай болар еді білмеймін. Әмеңгерлік салтымен екінші рет тұрмысқа шыққаныма өкінбеймін.